Аян. Құрметті көрермен, бүгінгі мерекелік эфирде бізде қонақта Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, әнші Қарақат Әбілдина. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Сізді көргенге қуаныштымын. Келе жатқан мерекеңізбен. Құтты болсын. Енді өзіңізден сұрағым келіп отыр. Сіздің әндеріңізде әрқашан мереке бар, әрқашан береке бар, халыққа деген жақсы тілек бар. Бірақ жаңа жылда сіздің шаңырағыңыз қалай тойлайды, сол қызық болып отыр. Енді барлық отбасы сияқты, ең бастысы отбасы түгел жиналамыз. Дастарханды жаямыз. Енді кейде достармен бірігіп отырып, Бурабай сияқты бір әдемі табиғат аясына демалыс орынға баратын кездер болады. Бірақ осы қыста қазір өзі бір вирус көп кәдімгідей балалардың арасында сондай жайлап тұрған уақытта алысқа шығуды жөн көріп тұрған жоқпыз. Сондықтан үйде отбасы ошақ қасында әдемі көңіл күймен осы жаңа жылды құттықтаған барлық арнадағы мерекелік концерттерімізді тамашалап, бір-бірімізге жаңағыдай жақсы сыйлық, жақсы тілекпен солай қарсы алсақ деген ойдамыз. Олсыз болмайды енді. Енді бірі жаңа жыл қарсаңында фотосессия жасайды, бірі армандар картасын жасап жатады, я? Ал сіздің отбасыңызда жыл сайын ұстанатын бір дәстүр бар ма? Ондай дәстүр жоқ, себебі бірақ балалар кішкентай ғой енді, солардың көңіл күйі үшін үйге шырша орнатамыз. Оны әр ойыншығын балалар өздері қадап, әдемілік үшін. Бірақ әкемізге ол онша ұнамайды. Енді ол кісі өте бір ұлтжанды, сондай не керек сол жаңа жылда, оған қатты мән бермеңдер, ол орыстың жаңағыдай бізге тән мейрам емес деген сияқты нәрсені айтады. Бірақ біз енді соншалықты жаңа сіз айтпақшы армандар картасын жазып не болмаса бір қандай да бір дәстүр ұстанбаймыз. Біз үшін мүмкін осыдан ертеректе деп айтсақ, сағаттың тілі 12-ге бір шамалы секундтар қалған кезде осы бірдеңеден жаңағыдай қалып қоятындай бір үлгермей қалатындай асығыспен бір өмірімізде бір ғаламат бір өзгеріс болатындай бір қатты күтушек қой. Қазір енді бүгінгі таңда көзқарас өзгерді. Біз көбіне наурызға дайындаламыз. Өзіміздің ұлттық мерекеге кішкене көзқарасымызды өзгерттік есесіне. Дәл солай. Амал мерекесі деп көрісуге, туған туысқандарымызбен кездесіп жатамыз. Және де балаларымыздың да санасында көзінде сол жағына басымдылық жасайтынымыз қазірден бастап қалыптаса берсе деп ойлаймыз. Бұл енді жай бір календарьдың ауысуы, ал негізгі біздің жаңа жылымыз, ол біздің наурызымыз деген сияқты нәрсені енді өз отбасымызда соны қолға алып жатырмыз. Өте дұрыс, орынды дүние. Енді өзіңіз айтып қалдыңыз ғой, жаңа календардың ауысуы деп. Осы 2023 жылы сіздің өміріңізде һәм өнеріңізде қандай да бір ең бір есте қаларлық дүние не болды? 23 жыл өте жақсы жыл болды. Ең бастысы төрт көзіміз түгел дейді ғой. Басымыз аман, бүтінбіз, барымыз. Және де ойға алған осы үлкен есеп беру концертімізді жаңағыдай стадионда 13 мың халықтың алдында домбыра стадион жинаса, енді ол біздің бәріміз бір отбасымыз ғой. Қадекеңнің продюсерлік ететін Ұлытау ұлы деген атпен Ұлытау тобының 25 жылдығы. Енді Ұлытау десе ол мен деген ол Қадекең, бізді бір-бірімізден бөліп ажыратып қарауға болмайды. Сондықтан барлығымыздың бір керемет үлкен шоу, мега шоу деп айтамыз концертімізді дәл біз ойлағандай, біз армандағандай деңгейде өтті. Ол енді үлкен жай бір кезекті концерттің бірі емес. Ол жердегі кеткен күш, қажыр, қайрат, қаражат, дайындық, осының барлығын әдемі қылып тарту ете алдық. Бұйырса жақын арада арнаға шығады. Және де енді үлкен үйімізге көшіп алдық. Барлық қаладағы мектептерім, жалпы елімізде, Қазақстанда 20-ға жуық қаламызда мектептерім ашылды. Соның қатары 23 жылы бір 8-9 мектеппен толықты. Сондықтан көбейдік, өстік. Аллаға шүкір дейтін жақсы жыл болды. Тамаша дүние. Әндеріңіздің бірінде жаңа мен әйелім әлемнің анасымын деп шырқайсыз ғой. Енді келесі бір позицияға өткіңіз келмейді ме екен? Осы 24 жылға қарай бәлкім мен енемін, немере сүйсем екен деген секілді бір жоспарларыңыз бар ма екен деп сұрағым келіп отыр. Енді ұлымыздан сондай ниет, тілек болып жатса, біз қолдаймыз, қуана-қуана. Бірақ әзірше ондай әңгіме айтып жүрген жоқ. Өсуім керек, толысуым керек, жететін ойда алдағы мақсат жоспарларыма жетуім керек. Асығатын еш нәрсе жоқ. 23-те небәрі жасым. Бұл отбасын құру, үйлену,
ол үлкен күрделі қадам, жай ғана бір жеңіл оймен келе салатын қадам емес мен үшін деген сияқты. Енді бұл жерде үйленетін баламыздың біз қас-қабағына қараймыз, ойымен санасамыз. Егер таптым өзімнің ғашығымды, үйленем болдым десе, біз қазір де дайын отырмыз. Ене дайынбыз. Қазірден бастап ене болуға да, үлкендіктің жолына түсуге, әже болуға да бәріне дайынмын. Бәрекелді. Енді жаңа жыл қарсаңда көбіне өнер адамы болған соң жаңа жылды үйде отбасының қасында тойлай алмай, шетелде жүру мүмкін, иә? Мүмкін. Мүмкін, мысалы, Қыдырәлі десе, бірден Қарақат сізді есімізге түсіреміз, иә? Бірақ десе де осындай шетелде болған, бір-біріңізбен бірге тойлай алмай қалған жағдай болды ма? Сондай оқиғаны еске түсірейікші? Гастрольдік сапарда жүріп қалған деген секілді. Сол кезде өзіңіз іште қандай сезімде болдыңыз? Жоқ, біз біргеміз. Біз өнерде де, өмірде де біргеміз. Біздің ерекшелігіміз де сонда. Біз демалсақ бірге демаламыз. Бізде еш уақытта болмаған осы жолы мен балаларыммен алып өзім барып келейін, не болмаса әкесі өзіңіз барып келіңіз деген. Біз бірге болған кезде ғана ол толыққанды әдемі демалыс. Ал егер бөлінген жағдайда ол бір нәрсе, бір кем дүние, бір нәрсе жетіспей тұрады. Көңіліңде бір толықпайды да, сондықтан да біз бірге демалған кезде барлығымыздың бір көңіліміз жайланып, ол біз қалаған жақсы демалыс болады. Сондықтан да ондай болып көрмеген. Енді Мерейлі отбасының тамаша үлгісісіздер ғой. Енді бізде жаңа ғана хабарымыздың басынан бері мына жақта мандариндердің астына түрлі жоспарлар мен тілектерді ұсынып көрермендерімізбен байланысқа түсіп отырмыз. Қазір хабарласқан көрерменіміз бар екен, өзіңізге сұрақ қойып, мандариннің нөмірін таңдасам дейді. Сол тілекті өзіңіздің аузынан оқытып, сол көрерменімізге арнасақ деп отырмыз. Ал байланыстасыз, қайырлы таң, тыңдап отырмыз. Қайырлы таң, Оян хабары. Сәлеметсіз бе? Қарақат ханым келіп отыр екен, қуаныштымыз, өте қатты сүйіп тыңдаймыз отбасымызбен. Тек жақсылық, жаңалық, жақсы мерекелік жыл болсын дейміз. Ал мен мандаринді 20-шы санды таңдауым келді. Ал мен дәл қазір барып Ой, рахмет сізге. 20-шы мандарин қай жерде тұр екен? Мінекей 20-шы мандарин менің қолымда. 4-ші жыл не күтеді деп. Мінекей, осы бір сөйлемге арнап көрерменімізге жалпы Қазақстан халқына келер жылда балаларға көбірек көңіл бөліңіз. Және де өз тарапыңыздан бір пікір айтып жүрсеңіз, тілек айтып жүрсеңіз. Балаларға қатысты. Тек қана келер жыл емес, жалпы өмірге бала әкелгеннен кейін ата-ана біз сол балаларды адам қылып толыққанды тәрбиелеу, өсіру, жеткізуге парыздармыз. Сондықтан да ал енді балаларыңыздың үлкен жетістіктерге жетуіне бір қандай да осы 24-ші жыл сіздің отбасы үшін бір сүйіншілейтін жыл болсын деп тілекке тілек қосқым келеді. Бала шағамыздың бақытын көрейік, ұрпағымызбен мың жасайық деп тілек қосам. Жақсы. Енді осы орайда бүкіл Қазақстан халқына да бір ауыз тілегіңіз болса. Өздеріңіз енді өнердің де, өмірдің де шыңында Қыдырәлі ағамызбен бірге қол ұстасып тамаша үлгі сіздер жаңа айта кеттім. Осындай сіздер секілді болудың бір табыс, осы бір бақыттың формуласы бар ма екен? Бір ауыз айтып, соны тілекпен ұштастырсаңыз. Бақыт жайлы ойлама, бақытты бол жай ғана, ең бақытты жанды көр, қарағанда айнаға демеп. Біздің жалпы ішкі ой тілегіміз ол әнмен жетеді ғой, сол демекші. Көкжиек күн сәулесін таратқанда, бақыт бар көрінбейтін әр таңда, біз ұйықтап кеткен жоқпыз мәңгілікке, оятқан сансыз алғыш жаратқанға деп барлығы әнімізде айтылады. Аллаға сансыз. Сіздің бағдарлама оян. Оян деген сөз ол бір барлық адамзатқа бір үндеу сияқты. Ол сені бір өмір бойы шала шарпы жаңағыдай қалғып мүлгіп өмір сүруге болады. Шала ұйқымен, бұл жерде адамзаттың барлығына оян деп тұр. Сананың оянуы. Кәдімгідей мына әлемге айналаңа сау көзбен қара. Сен ұйықтап, тіпті өмір бойы ұйықтап өмірі өтіп кеткен адамдар қаншама, бір қарап есін жиып енді бір тірлік бастайын десе, өмірінің жартысы өтіп кеткен екен. Енді атам қазақ айтып кетті, өмірдің қысқа екенін, қамшының сабындай екенін, зымырап өтіп жатқан уақытты қазір өзімізде жақсы сезінеміз. Демек, қолымды мезгілінен кеш сермесін болмау керек. Адам бүгін, қазір өмір сүру керек. Мысалға, қазір мерекенің қарсаңында қарбалас
мына менің түрімді айтып тұрған шығар. Шын айтқанда ұйқы қанбайды. Жарайды ұйықтап үлгереміз. Ұйқымыз қанбай жүрсе, айтады ғой үлкендер, жас кезімде бейнет бер, қартайғанда зейнет бер дейді. Бойыңда күш қуатың, қайратың бар ма? Талпын, еңбектен, шарша, ұйқың қанбасын. Бірақ кейін ұйықтайтын кезіңіз өзі сол 70-тен әрі қарай сол жасқа жетуді Алла нәсіп етсін. Өзі бір адамзаттың бір ұйықтайтын, тынығып демалатын кезеңі болады. Сондықтан да қазір бойыңда күш қуатың бар ма, жігерің бар ма, адамзатқа, қоғамға, отанға, отбасыңа пайдалы бола біл. Әрқашан осы сұрақты өзіңе қоя біл. Мен не істей алдым, не бере алдым? Айтады ғой, тек қана аларыңды ойлама, береріңді ойла дейді. Не бере алдым, мен не тындыра алдым, мен қаншалықты пайдалы бола алдым деген сұрақты адам өзіне сұрақты қойған кезде, сол сұраққа өзі жауап бере алған кезде, бәрі тамаша болады. Ең басты адамның өзі үш жауы ғой. Ұйқы арсыз, күлкі арсыз, тамақ арсыз дейді. Осы арсыз дүниелерден бойымызды аулақ ұстап, мына өмірде сау көзбен қарап, пайдалы болатын болсақ, ұйқыны сүймей кішкене тіршілікке, мына өмірдің кереметін, рахатын сезініп, құштарлықпен өмір сүретін болсақ, өкінбестей өмір сүретін болсақ, ертең күн артыңа қараған кезде сенің артыңда із қалса, жақсы сен туралы пікір қалса, мінеке, сол шығар, адам болып келдім өмірге, адам болып өту тілегім демекші, өкінбестей өмір тілеймін барша оқырман көрермендерге. Рахмет, мына мотивациялық сөзден кейін мен үйге барып бір ойланып алатын сияқтым бар ғой, өзім 2023 жыл не істедім, не қойдым деген сияқты. Рахмет сізге. Көп рахмет келгеніңізге, осыны жақсы тілегіңізбен, әніңізбен, өнеріңізбен, бүкіл халықтың көңіліне осылай бір қуаныш сыйлап, бүгін өзіне тілегіңізбен оятып жібергеніңізге көп рахмет дейміз. Оян қазақ. Оян қазақ дейміз. Дәл қазір енді келгеніңізге алғыс білдіре отырып, дәл қазір біз құрмет көрермен эфирдің кезегін жарнамаға береміз. Алыстамаңыздар, қайта қауышамыз.